Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы зат есім. Оқу мақсаттары: мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру, сөз таптарын ажырату, мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау. Сабақтың мақсаты: заттың атын білдіретін сөздерді анықтау, сұрақ қоя білу. Балалар, суретте нелер бейнеленген? Адам, доп, балалар, құстар. Әр суретке сұрақтар қояйық. Адам, кім? Адам. Доп, не? Доп. Балалар, кімдер? Балалар. Құстар, нелер? Құстар. Жақсы, жарайсыңдар. Бізде жаңа ақпарат. Зат есім. Зат есім дегеніміз, заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімдерге кім, не, нелер, кімдер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, адам, көгершін, жазушылар, құлындар. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықтың 42-ші бетіндегі 6-шы жаттығудағы мәтінді мәнерлеп түсініп оқимыз. Мәтіннің тақырыбы ат қою. Нартай мен атасы көрші жігіттің үйіне келді. Оларды құрметтеп төрге шығарды. Осыдан кейін үй иесі сәбиді алып келді. Сәбиге ат қою үлкен міндет деп, Нартайдың атасы сәбиді ептеп қолына алды. Оның құлағына «Сенің атың Ержан» деп 3 рет айқайлады. Сонан соң үй иесіне қарай бұрылып, «Енді Ержаныңды өз қолың алып, апарып бесігіне жатқыз» деді. Басқа қонақтар «Ержанның өмір жасы ұзақ болсын» деп тілектерін айтып жатты. Мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Мәтіннен кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді табайық. Мәтінне кім деген сұраққа жауап беретін сөздер: Нартай, атасы, үй иесі, көрші жігіт, Ержан, сәби. Не деген сұраққа жауап беретін сөздер: төр, бесік, тілек. Жақсы балалар. 7-ші жаттығуды жазбаша орындаймыз. Өлеңді көшіріп жаз. Қозым дейді мені апам. Қозым дейді мені атам. Сөздеріне күлемін. Қозы емеспін білемін. Өлеңнен зат есімдерді табыңдар. Жақсы, олай болса зат есімдерді тексерейік. Кім? Қозым. Кім? Қозым. Кім? Апам. Кім? Атам. Не? Қозы. Жарайсыңдар. Өлеңде бала неге күлді деп ойлайсыңдар? Қалай ойлайсыңдар? Ата-аналарың сендерді еркелеткенде неліктен ботам, құлыным, құлыншағым деп айтады? Өз ойларыңмен бөлісіңдер. Сегізінші жаттығуға назар аударайық. Оңнан солға қарай оқыса да, солдан оңға қарай оқыса да өзгермейтін сөздерді табыңдар. Жақсы.
Тапқан сөздерімізді келесі сөздермен салыстырып көрейік. Қазақ, қалақ, қабақ, қызық, кесек, керек, жарайсыңдар. 9-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, өлеңді көшіріп жазамыз. Өс балам өсе бер. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді жазыңдар. Керекті сөздер: аяғыңды, батыл, батыр, саусағыңды. Жақсы балалар, керекті сөздерді қойып болсақ, тексерейік. Өс балам өсе бер, батыр бол палуан білекті, батыл бол таймас жүректі, саусағыңды созайық, аяғыңды жазайық. Тамаша. Бүгінгі өткен тақырыбымыз зат есім. Зат есімдерге адамдар, жануарлар, заттар жатады. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Сабағымызды тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.